Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге круассанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Қамыры қатпарлы болып дайындалады. Үйдегі қолжетімді заттардан жасалады. Дәмі өте керемет. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер де видео қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Бізге круассанның қамырын дайындау үшін ең алдымен 1 стақан жылы су, 1 стақан жылы сүт қажет. Одан соң 1 ас қасық қант, жарты ас қасық тұз және 1 ас қасық ашытқы саламыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен 2 ыдысқа жұмыртқаны бөліп қойдым. Біреуінде 1 жұмыртқаның сарысы, ал екіншісінде 2 жұмыртқаның ақуызы мен 1 жұмыртқаның сары уызы бар. 1 жұмыртқаның сары уызын круассанның бетіне жағуға алып қаламыз, ал қалғанын біздің қамырымызға қосып, тағы да араластырамыз және үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Енді керегінше ұнымызды електен өткізіп салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Мен әуелі осылай венчикпен, артынша қолмен илеймін. Ұнның көлемі әркімде әртүрлі болады, себебі ұнның түрі де, сорты да әркімде әрқалай болғандықтан көлемі де бірдей болмайды. Мінекей қамырымыз дайын, жұмсақ етіп илейміз. Болғаннан кейін бетін жауып жылы жерге шамамен 40-50 минутқа қойып қоямыз. Мен осы аралықта қамыр көтерілгенше түскі асқа пицца пісіруді жөн көрдім. Егер сіздерде пісіргілеріңіз келсе, менің YouTube каналымда толық рецептісі бар. Сілтемесін міндетті түрде описаниеге қалдыратын боламын. Мінекей қамырымыз күшті болып көтерілді. Енді ұнды себе отырып, қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты және әр бөлікті видеодағыдай етіп, қалыңдығын шамамен 3-4 мм етіп жайып шығамыз. Құрметті көрермен, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписаться кнопкасын басып, тіркеле кетіңіз және де менің каналымдағы сообщество бөліміне өтіңіз. Онда мен күнделікті қызықты ақпараттармен бөлісіп отырамын, әрі сіздермен сауалнама жүргіземін. Мен әр шығарған видео рецептімді Инстаграмда міндетті түрде бөлісіп отырамын. Егер де жоғалтып алғыңыз келмесе, төменге менің инста парақшамда жаза кетемін, немесе ол каналы бөліміне өтіп, тікелей сілтеме арқылы өте аласыздар. Мінекей, осындай жұқалықта барлығын жайып шығамыз және тарелкаға барлығын жинап қоямыз. Жинаған уақытта арасына ұнды көбірек себіңіздер, қамырларыңыз бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Мінекей, барлық қамырды жайып, жинап қойдым. Енді әр қамырды жеке-жеке алып, әр қайсысының үстіне біздің сары майымызды, яғни бөлме температурасына тұрған сары майымызды жағатын боламыз. Қатты көп жағуға кеңес бермеймін. Қамырыңыз өте жұмсақ болып, сізге жаюға ыңғайсыз болады. Сол үшін азғантай ғана жағыңыздар және барлығын жағып болғаннан кейін ең соңғы қамырдың бетіне сары майды жақпаймыз. Керісінше ұнды сеуіп, жақсылап, қалыңдығын 3-4 мм-дей етіп жайып шығамыз. Мінекей, қамырымызды жайып болдым. Енді оны дәл видеодағыдай етіп, 3 бұрышты қылып кесіп шықтым және әр бөліктің жоғарғы жағынан да кішкене кестім, себебі біздің круассандарымыз үлкен болып шығуы қажет. Және әр қайсысына мен варенье салып шықтым.
Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Начинкаға мен секілді варенье салсаңыздар да, немесе сгущенка, шоколад, джем болсын салсаңыздар болады, немесе тіпті ештеңе қоспай жасауға да болады. Барлығы өз қалауларыңыз бойынша. Енді мінекей осы дәл видеодағыдай етіп барлығын орап шығамыз. Енді барлығы дайын болғаннан кейін табамыздың ішін майлап немесе пергамент қағазын төсеп, біздің круассандарымызды орналастырамыз, бірақ арасын алшақ етеміз, себебі пешке салған уақытта олар одан сайын үлкейеді, сондықтан арасы алшақ болуы қажет. Және біздің алып қойған сары уызымызды осылай бетіне жағып шығамыз, сол кезде жылтыр әдемі болып шығады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 15-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан градусы да әртүрлі болады. Мінекей біздің круассандарымыз дайын, өте жұп-жұмсақ, әдемі болып пісті. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы оп-оңай, дәмі де керемет болып шығады, ал қамыры қатпарлы болып келеді. Дәл осы круассанды жасауға сіздерге кеңес беремін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, әрі достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.